Айтпақшы Есен аға, ана алдыңғы ойында қазылар алқасында кімдерді жинап алғансыз? Бір болмайтын туылған емес туған болады деп болмайтын сөзден ұстап алды. Мынау жайдарманшылардан қазақ тіліне тиетін қауіп жоқ сөзін шыны керек, дұрыс па? Шынымен қазақ тіліне жанасып баратса бар ғой сол кісілер. Анау басшылықтағылардың сөзін түзесін, дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс. Жоқ, ол туған деп болмайды сөзден ұстап, үш қойып ұшырып жеріп мысалы, өт тұрған жерімізде. Ол бір-екі сөзден қателескен, ол менікем кінәлім емес. Түсініп отырсыздар ма? Болатын баланың бетін қақпа берін бұл дейді. Мына жастар жылы болғаннан кейін, мына жастар ғой деп бір кезектен тыс өткіз жермейсіз ба? Ақыры кезектен тыс өткізіп атыстар ғой барлық нәрсе, дұрыс па? Дұрыс па? Қарасай. Бір ақыл үйреткенде боласың да. Жоқ, шындық жақпайды білем. Деп айтайын десем, ұялам, білмейм дейші деген. Ендеше өткен ойыннан кейін жанкүйерлерінен ұялып жүрген миллион командасы кетті! Сонымен тамашалаймыз, еш нәрсеге басын қатырғысы келмейтін молда. Оңбаған неме, мен саған көрсем түсіндің ма? Менің төркіннің арқасында шалқайып жүрген шығарсың, оңбаған десе, саламатсыз ба, ата қалайсыз? Менің күйеуім мені күніге ұра береді. Отбасымызда береке қашты, быт-шыт болып жатыр, не істейміз? Ажырасып кетсеңдерші. Үйтіп береке жоқ болса ажырасып кетесіңдер. Айлақ бақытты болып кетесіңдер, ортада бала шаған қамы үшін сәл шыда деп ештеңе айтпайсыз ба? Болмаса сөйтсеңдерші сендер. Ол да болады. Сонымен тамашалаймыз, соғыста да жаулар бір-бірін сағынады екен. Ойбай, кешіріңіз. Мәке, қалайсыз? Қалай жағдай жақсы ма? Соғыста тұрасың ба, брат? Өтініш, әңгіме соғысақ та кесек. Қалайсыздар, амансыздар ма? 2 жыл бұрын жаман қырып кеттілер, әзде? Жоқ, сіздер жақсы соғысыңыздар о кезде. Қасайын айырын тіліп кеткенсің ғой сені. Айып еттейсің, онда. Мәке, бүгін тірі қалатсақ бір жерге отырайық, Сонымен тамашалаймыз, WhatsApp желісінде отыратын жігіттердің басынан дәл осындай жағдай өткен шығар. Ассалаумағалейкум жігіттер. Мына Тәуелсіздік көшесіне сергек қойылып. Тәуелсіздік көшеде бір камераға тәуелді болып қалдық қой дeur. Жай жүріңдер, штраф төлеп күйіп отырым қазір. Давай. Петя кешегіде видео жібермесе, тура үйдегілердің көзін жедірім, ашып қал, масқара болым ойы. Адам бар. Рахмет. Сонымен тамашалаймыз. Қазіргі таңда асабалардың түр-түрі бар. Сонымен көреміз, қатты сумаңдап, келікпейтін жерге келігіп, жалмаңдап қалған асаба. Жан бәрін дайындап қойдыңдар ма? Жан бәрін дайындап қойдыңдар. Сөйтіп қауырлады ғой? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Жағдайларың жақсы ма? Жақсы. Той құтты болсын. Ой, рахмет. Әулеттеріңіздің атын жазып алайық әпке. Манапайттар әулеті. Манапайттар әулеті. Күйеуіңіздің аты, өзіңіздің атыңыз? Елмира деп жазып қой, өзім өсірдім. Бақытым қақтым. Елмира, күйеуіңіздің аты? Елмира деп жазып болды, өзім өсірдім, өзім бақтым. Сіз өсірмей, мен өсірген жоқпын ғой? Елмира деп жазып қойсаңызшы. Ол мақұл. Күйеуіңіз жазып қой керектен, елге төс қағыстыратын сіз емес құдамен, күйеуіңіз бол керек қой, бел құда. Күйеуім жоқ. Ажырасып кеткесіз ба? Сотталып кеткен ба? Басқа қатын алып кетті ма? Тастап кетті ма? Ойбой, ұят болған екен. Қойсаңызшы, жындысыз ба я? Жылаттыңыз ғой маған, той кезде шырқан бұзып, қандай асабасы өзі? Мынау кім? Ортаншы қызым. Асыра бағастыр ма? Жоқ, құсамай дегенде сіздерге. Маған, кешіріңіз. Есіміңіз кім сіздің? Марал. О, Марал, әпке жіздемен шығасыздар ғой. Күйеуіңіздің аты? Жоқ. Немене бөле үйлеріңіз еркек шақ келдірмейсіздер ма? Жазып қой керек та мінерге. Сіздің есіміңіз әпке? Әйгерім Нұрлыбек деп жазып. О, Әйгерім Нұрлыбек. Күйеуіңіз бар ғой соны? Жоқ, сондай бірге тиіп алам қазір.
Сонымен жалғастырамыз. Мектепте болған жағдай. Жүр бер, алдыма түс. Саламатсыз апай. Берке бер, неқа тұр, саламатсыз ба? Майра апай, сіз ба? Мына Ерболаттың әкесі болам мен. Есімім Қанат. Мынау сізді ұрды деп жылап барды үйге. Кешіресіздер енді. Жоқ, кешірім сұрамаңыз. Одан беттер ұрыңыз. Аузын айырып тұрып ұрыңыз. Мынаның бар ғой, мен әкесі ретінде айтайын, мен пәлен демеймін. Сіз әкесіз ба? Иә, үйге жылап, шешесіне жылап келіп отыр. Апай ұрды деп. Сосын мынаның одан беттер ұрдың ақ айтасың деп шешесіне бір ұрып алдым сөйтіп. Мен сізге айтайын. Жіберейік. Ешкім апайдан таяқ жеп өскен ешқайсымыз жаман болған жоқ. Ой, білдей Бақтиярдың өзі таяқ жеп өскен. Ой, бәріміз таяқ жегенбіз, дұрыс па? Сондықтан мына оқушының, мына баланың еті сіздіңкі, сүйегі менікі. Аямай ұрыңыз, оқымай ма ұрыңыз. Еті менікі сіз? Өзім жауап берем әкем. Жарайды, жүр. Еті менікі сіз? Смело. Сабақ сұрамас, айтпаса ғана ұрыңыз, апай. Бет алды, ұра бермеңіз. Сабақ айтпаса ма? Иә, мағанда сау сүйек керек. Жарайды. Сүйегі сіздердікі еті менікі жарайды. Оны өзім жақсылап шыға беріңіз. Сізге тапсырма, апай. Жақсылап не қып қалам, жақсы сау болыңыздар. Абай Құнанбайды оқып келдің ба? Оқымадым. Мен саған не көрсетергем? Міне, құрметті ата-аналар, апайы соғып атқан жерде ұстап алды. Рахмет достар. Айтпақшы, бір минут, мен араларыңызда мен анам келіп отырады, қолдауға қошемет ұрып қойсаңыздар, Ой, керемет. Астананың бір қызымен жүріп атырын демем ғой, мама. Соғызын таныстырып қойын, болашақ келініңізбен танысып қойыңыз. Қайсы? Ялып атыр ғой, ялтпаса енді. Ялып атқан түк жоқ, сүйіскенде бәледіз тұрсай? Жоқ. Қайсы анау көк көйлек тұтқан қыз ба? Ана көк көйлек тұтқан қыз ше? Ой, ана қолында баласы бар ғой. Айтпақшы, мама, немереңіз бар. Прости меня, мать. Я выбрал свою дорогу. Твой сын КВНчик. Миллион халық болса да, сағынады саспадық. Төртеу болып серттесіп, жайдарманды бастадық.